Бүгін біз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ардагері ұстаз Елемесова Алуа Әбдіхалыққызын төл мерекесімен құттықтауға келдік. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болған, егер білмеген болып шықты. Бүгін сіздер мерекеңізбен құттықтай келдік. Оның еңбегі зор. Бар, қандай сұрақтарыңыз бар, соны қоямыз деп кеттік. Сол мұғалім, сіздің алғашқы еңбек жолдарыңыз туралы, қандай жетістіктеріңіз бар, солар туралы айта кетсеңіз, өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен енді мен туралы көп біледі. Мен 74-ші жылы, 74-ші жылы Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық институт бітірдім. Содан қалама келіп, осы алғашқы Абай атындағы нөмір 2-ші мектеп лицейден өзімнің еңбек жолымды бастадым. Басында үлкен мұғалімдер көп, сағат жоқ. Содан кейін мен дайындық несі болатын. Дайындық сабағы болатын оқушыларды түстен кейін ертеңгі сабаққа дайындайтын. Содан біраз беріп жүрдім. Содан кейін менің еңбегімді көріп, Гаранов бастықтар. Соң бұл мұғалімге сағат беру керек, жас мұғалім, Алматыдан бітіріп келген, сабағын жақсы береді екен деп маған сабақ берді. Жалпы осы мұғалімдікке қалай келдіңіз? Мұғалімдікті кішкентай кезінен бірінші сыныпқа келгеннен мұғалімімді көріп, алғашқы мұғалімді. Сол кісінің әрбір қимылы, әрбір әрекеті, сабақ түсіндіргені бәрі ұнады маған. Алғашқы сыныбыңыз есіңізде ме? Алғашқы сыныбым есімде. Жаңағы Абай мектебіндегі 6-шы Б сыныбын маған берді. Осы ардагер ұстаз болып бізге жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Сабақ оқу керек. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрмет деп айтпақшы, өздерің қазақ тілдеріңді, ана тілдеріңді бірінші орынға қою керек. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Ендігі ұстанымыз үйдегі немерелерге қарау керек. Әлі де болса қарайып қалмау үшін оқимыз, кітап оқимын, кроссворд шешем.